Амансыздар ма? Бізде бүгін қонақта Дарын орталығының директоры Жеренова Раушан Омарханқызы. Біз бүгін қоғамдық саяси өмірде жетістікке жеткен әйел адамдардың белсенділігі және өмірдегі қағидаттарына байланысты әңгіме қозғайтын боламыз. Қош келдіңіз. Қайырлы күн. Өзіңіз білесіз, біздің қоғам дәл қазіргі таңда бір мөлшерлі пайызда әйелдермен оларды жұмысқа қамту мәселесін қолға алынған біздің мемлекетте жалпы. Дегенмен де қоғамдағы әйелдің рөлі өте бір маңызды дүние. Дәл қазіргі қоғамда әйелдердің рөлі қандай деп ойлайсыз? Енді тағы да қайырлы күн. Әрине, бүгінгі тақырып өте бір өзекті, қажет деп ойлаймын. Себебі бәрімізге белгілі, отбасыда, мына қоғамда әйелдің рөлі өте терең, өте маңызды. Енді қазіргі таңда дұрыс айтасыз, мына байқасақ, мына үкімет тарапынан елде қоғамдық саяси бағыттар бойынша әйелдің рөлі қажеттілігі туындап, көтеріліп іске асырылуда. Ол қуантады. Мысалы, қазір біз естіп жатамыз, өзіміз куә болдық. Әйелдердің мысалы 30% деп жатады қатыстыру мына жергілікті мынау атқарушы органдардың қатарында, мына мәслихаттардың қатарында депутаттыққа ұсыныс жасаған кезде. Сондықтан ол өте орынды дүние. Мысалы, әйел ол байқаймыз, ол ана, әйел ол мына айтып жатамыз ғой, ол үлкен бір күш. Себебі әйелге көп нәрсе байланысты. Қоғамда да, отбасыда да, кез келген бір мекемеде де, мысалы, байқайсыздар, егер әйел адам басқарып отырса, ол жерде әрине сәл дүние басқару бойынша басқаша. Себебі әйел жан-жақты, әйел түрлі көзімен қарайды. Енді әрине әйел әрқашан ер азаматтың өзінің қолдаушысы, қасындағы жүретін керемет тұлға. Дегенмен де әйелдің рөлі қазіргі таңда өте маңызды. Міне айтып жатамыз, ұлды тәрбиелейтін, міне бір әйел бір қолымен әлем тербетіп, бір қолымен бесік тербетеді. Ол бекер айтылмаған дана қазақ. Мысалы, әйел қаншалықты керемет тұлға болып, әйел қаншалықты рухани байлығы болса, сол әйелдің ұрпағы арғара елге үлкен қызмет атқарады деп сеніммен айтуға болады. Себебі әйел бағыт беріп отырады. Үнемі ана ол тек қана жақсылық ойлайды. Тек қана береке болсын деп ойлайды. Гендерлік саясат деп отырмыз ғой. Өзіңіздің көзқарасыңыз оған толыққанда 100% келісетіңізді білеміз. Дегенмен де біздегі менталитетке де назар аудармасақ болмайды. Өйткені біз сол қазақилықты ұстанған халықпыз, Шымкент өңірі. Біз сол қазақилықтың төңірегінде жүрген халықпыз әлі де. Әйел үйде отыру керек, ол бала табу керек, ол жұмыс істемеу қажет деген ұғым сізді қаншалықты толғандырады? Енді өте бір жақсы сұрақ, дегенмен де мен ойлаймын, қазір бұл сұрақ өзектілігі төмендеуде. Себебі бәріміз енді айтып жатамыз. Көз ашық. Ақиқат ол. Әйелдің рөлі ол өте маңызды. Ол не дейді, дәлелдікті қажет етпейтін дүние деп ойлаймын. Қазіргі міне айтып жатырмыз, 21 ғасыр. Әйел қазір академикті, әйел әкімді болып жатыр. Қанша мысал бар соған. Дегенмен де Шымкент қаласы мегаполис ретінде дұрыс айтасыз, оңтүстік өңір болғандықтан бұл жерде өзінің ерекшелігі бар. Мысалы, біз көп ата-ана ретінде айтамыз, қызды көбірек бақылау керек, қызға көбірек мынау айтып жатамыз, шектеу қою керек деген сияқты мәселелер. Ол да дұрыс шығар, себебі ол да өзінің бұрыннан келатқан дәстүр бойынша өзектілігі бар ғой оның. Келатқан дүниелер. Сондықтан қыз балаға әрине көбірек көңіл бөліп, оның тәрбиесіне көбірек көңіл бөлу қажет. Дегенмен де қазір мына Шымкент мегаполис ретінде мен ойлаймын, бүткіл Қазақстан сияқты өте бір үлкен әйелдің, қыздың рөлі
өте қажетті екенін дәлелдеуде. Себебі қазір байқасаңыздар, бізде міне керемет өзіміздің басқаруда әдемі қыз келіншектеріміз бар. Әр отбасыны мен өзім енді педагог ретінде айта аламын, ғалым ретінде, ана ретінде байқаймын. Біздің жастар, қыздарымыздың міне ата-аналар тарапынан өте үлкен қолдау көрсетеді. Жақында ғана міне айтып кетейін, бізде үлкен халықаралық ғылыми жобалар конкурсында әдемі біз Шымкенттің қызымыз барып ата-анасының қолдауымен үлкен жетістіктерге жетіп Шымкент абыройын асқақтатты. Міне сол кезде де біз ата-анаға үлкен алғысымызды айттық. Мысалы Қызға қыз қолдау деп, көрсеткен, қыз деп оны шектетпей, оны қайта міне қыз айтып жатамыз ғой, қызды еркелетіп өсіру керек деп ойлаймын мен өзім. Енді мен өзім мысал ретінде айтып кетейін, 7 баланың ішінде мен дүниеге келген отбасыдан шыққанмын, ең кішкентай 7-ші қызымын. Ата-анам өте еркелетіп өсірді мені. Мүмкін соның нәтижесінде мектепті 6 медальмен бітірдім 81 жылы. Кейін Қазақ ұлттық университетке оқуға түстім грантпен. Одан кейін міне Шымкент қаласына келіп педагогикалық институтта бірден сабақ бердім. 27 жыл істедім сол жоғары оқу орнында. Байқағаным енді әрине ата-ананың берген керемет қолдауы, отбасымда керемет мені қай жерді жақсы көреді, қай жерді таңдап жатыр, үнемі ата-ана қолдап. Жарайды қызым, әкем айтатын, әрине Алматыға оқуға түсем деген кезде мен үшін арман еді. Ол кезде Казахский государственный университет имени Кирова деген сияқты. Онда да қолдау көрсетіп, әрине қалаған оқуыңызға түсіңіз деп ата-анам. Содан кейін өзім кішкентайымнан ғалым болуды армандадым. Содан кейін міне 2 ұлымен ғалым болдым, диссертация қорғадым. Осы жерде айтып кету керек, әрине жарымның, жолдасымның қолдауы. Міне Шымкенттің қаласының тумасы дегенмен де, сіз айтасыз менталитет дегенмен де жоқ, міне өте бір қолдау көрсетіп, диссертациямен атсалысуға қорғауға мүмкіндік беріп, 2 баламен. Қазіргі таңда міне қазір басқаруда да білесіздер, өте күнделікті дайындықты талап етеді. Өте жұмыстар көп, жан-жақты. Оған да отбасыда қолдау болмаса қиындау әйел адамға. Ғылым саласында өзіңізді жоғары дәрежеге жетуіңізге жаңағы жарыңыздың қолдауы деп айтып отырсыз ғой. Ер азаматтың бүгінгі таңдағы отбасындағы рөлі де кейбір түсінікте майдаланып та ұсақталып та кетті деген пікір айтылады. Кейбір ер азаматтарымызды қараңғылыққа түсіп кеткен ер азаматтарымыз бар дейді. Бірақ 5 саусақ бірдей емес, білесіз. Осы отбасындағы ер азаматтың рөлі қаншалықты дәрежеде? Енді мен өзім көпшілікпен жұмыс дейсіз. Әр баланың қимыл іс әрекетіне, сөзіне қарап отырып ақ үйінде кім басшы екеніне де көз жеткізу қиын емес сізге? Дұрыс, жақсы. Енді бірақ анализбен айтып кетейін. Мысалы дұрыс айтасыз, біз көп жастармен жұмыс жасаймыз, ата-аналармен кездесеміз. Қазіргі қоғамда отбасының рөлі де өте маңызды. Айтып жатамыз, отбасы ол ең бастапқы қолдайтын керемет дүние. Отбасыда көп нәрсе басталады. Отбасыда тәрбие басталады. Мұны өсіріп жатқан ұл қызда ата-ана үлгі болу керек. Одан кейін мектепте ұстаз үлгі болу керек деп ойлаймын мен өзім. Ал жоғары оқу орындарда мұны профессор, академиктер ұстаз үлгі болу керек жастарға. Жастарға біз жол көрсетіп, үлгі болмасақ, жастар кімнен үйренеді? Менің өзім ойым, ғалым ретінде, мына ата-ана ретінде. Ал енді әрине сіз айтып жатасыз, дегенмен де мен ойлаймын, өте қолдау қажет. Жолдасыңыздың, мысалы жарыңыздың отбасыда қасыңыздағы, мына айтамыз ғой, отағасы, ол қолдамаса, әсіресе мына билікте бір үлкен жетістіктерге жету оңай болмайды. Енді айтып жатамыз ғой, бір бастан 2 бас жақсы. Үйге келесің, кей кезде бір мәселелерді талқылайсың, сонда дұрыс кеңес айтып, қолдап жатса, ол үлкен көмек, қолдау. Сондықтан мен жастарға айтар едім, енді отбасының рөлінде біз азайтпауымыз керекпіз, тек қана күшейтуіміз керекпіз. Енді тыңдап жатамыз кей кезде, бір осы жастар
отбасыда сондай бір қиындықтарға шыдамай, кей кезде бір жарын кінәлап деген сияқты. Мен ойлаймын, оның барлығы шешілетін дүниелер. Баяғыда осы аналарымыз айтатын, жаман дей берсең, жақсысын қаяқтан табасын деп. Міне жақсылықты көріп, оны көбейтіп, жамандықты жасырып дегендей үстіп біз өзіміз тәрбиелеп өскенбіз. Сондықтан мен қазір жастарға соны айтар едім. Әрине отбасының құндылығы, айтып жатамыз, отбасы ең баға жетпес құндылық. Сондықтан әрине әр әйелге бақыт, егер осы жары қолдап жатса, жолдасы міне бірге бір бағытта жұмыс атқарып, үйде балдарды тәрбиелеу барысында бірге болса, ол үлкен әйел үшін бақыт. Енді барлық отбасы дәл сіз айтқандай емес қой. Әйелдің ой санасымен келіспейтін, оның өсу дәрежесінде кедергі келтіретін дүниелер де өте көп болып жатады. Бес саусақ бірдей емес қой, білесіз ғой, әртүрлі отбасы бар. Дәл осындай сәтте әйел жалғыз өзі осындай биік шыңдарды бағындыра ала ма? Енді әрине бағындыра алатын шығар, қазір оған дәлел де көп. Небір әйелдер байқаймыз, біз әрине оны бөліп, мысалы, сізді осындай отбасыдан шыққан немесе мен айтар едім, ол әр адамның өзінің жеке өмірі, жеке өзінің көзқарасы деген сияқты мәселе. Оған дәлелдеріміз де бар. Көп әйелдер мысалы өз бетінше қолдаусыз жетістіктерге жетіп, үлкен белестерді бағындыруда. Дегенмен де мен өзім жеке ойым, өзімнің жеке пікірім, әрине өмір өте терең, ұзақ, сондықтан ол осы өмірде үлкен қолдаушы, ол қасындағы сенің жарың, жолдасың. Әр әйелге айтар едім, сондай бақытты табып, сондай бақытпен жақсы таңдай білу қажет дейсіз ғой. таңдай білу деп дұрыс айтасыз. Міне айтып жатасыз ғой, қолдамайды деп. Қолдамай деген неден шығады? Міне кездесу барысында осы жерде маңыздылығы, міне жарды таңдауда керемет нәрсе. Біз бір үлкен тұлғалармен кездесу өткізген кезде, студенттермен бірге, сонда айтылды бір үлкен кісі. Ең бақыт ол екі дүниені дұрыс таңдау. Жарды таңдау және мамандықты таңдау. Осы екі дүние дұрыс таңдалса, мен ойлаймын, ең бақытты адам сол адам. Енді өзіңіз білесіз, осы әскери салада да жүрген біздің әйел азаматтарымыз бар. Басшы әйелдеріміз бар. Темір жол саласында да, құқықты салада да, жалпы өзі қай салада болсын, өздерін биік дәрежеге жеткізген әйелдерді көреміз. Бірақ өзіңізді екі баламен жүріп жаңағы докторлығымды қорғадым деп отырсыз ғой. Осындай сәттерде баланың, ұл қыздың тәрбиесі шеттеп қалуы мүмкін ба? Қайтаны айтар едім, ол мына өзінің тұлғаға байланысты. Әрине кім өзіне не таңдайды? Мысалы, кейбір әйелдер, мен өзім ойымда айтып жатамыз ғой, осы карьераны, мансапты таңдап, тек қана осы бағытта жұмыс жасаймын, сол үшін дүниеге келдім, немесе басқа жақты тоқтатып қойып, ол дұрыс нәрсе емес деп ойлаймын ғалым ретінде. Міне айтып жатамыз ғой, үлесім болу керек. Екі жақты да бірдей алып жүруге тырысу керек. Әрине ол үлкен еңбек. Ол үлкен, міне айтамыз ғой, ұстанымды болуыңыз керексіз. Енді сонда еңбекпен жеткен дүние ол өте бір керемет нәтижесін береді, келсіз. Әрине біз сол қоғамда көбірек сол мәселелерді көтеріп айтуымыз керекпіз, жастарға насихаттап үйретуіміз керекпіз. Себебі мен тағы да айтамын, мен үлкен бір ұстанымым отбасыдан басталады көп нәрсе. Сізді ертең қолдайтын да отбасыңыз, сізді ертең көтеретін да отбасыңыз. Бір үлкен тұлға айтып кеткен екен, мені көтеретін ұжым, мені да түсіретін ол да сізге байланысты. Егер сіз керемет басқарушы болсаңыз, ұжымыңызда керемет басқара алатын болсаңыз, ұжым да сізбен мақтанады, сізді қолдайды. Сол сияқты отбасыда да сондай. Енді әрине қазіргі таңда әйелдер түрлі қызметтерде жұмыс атқаруда. Мен айтар едім, бірдей ер азаматтармен бірге. Кей кезде байқаймыз, одан да
алға шығып кететін тұлғаларымыз да бар, ханымдарымыз бар. Енді менің анам үнемі айтатын, қазақтарда үлкен тарихта қыз бала, жар бірге жүретін, өзінің жолдасымен бірге жүретін деп айтатын. Сондықтан мен ойлаймын, біз сондай елміз, біз сондай халықпыз, бізде терең өзіміздің не дейді, тарихымызда бар нәрсе. Сондықтан әйел адам қазіргі таңда дәлелдеп те келе жатыр. Ол өзі де көтерілуі мүмкін, оны жарды көтеруі мүмкін, ол өзі де өзінің керемет тәрбие өсірген ұлдар мен қыздардың арқасында да үлкен айтып жатамыз ғой, үлкен дәрежеге, үлкен мынау айтамыз ғой, мына мархайып, мәртебеге жетуі мүмкін. Ол да үлкен нәрсе. Яғни дұрыс тәрбие білу. Ол мен айтайын дегенім, мына тоқетерім, мына жерде бір нәрсені түсіну керек деп ойлаймын. Барлығы ішкі дүниенің әйелдің өзінің тәрбиесіне байланысты. Сондықтан әйел үнемі өзі өсіп отыру керек, өзін жетілдіріп отыру керек. Көбірек өзін мен тек қана жұмыс жасап қоймай, мен өзімнің ұрпағыма да үлгі болуым керекпін, мен өзім жолдасыма да жағдай жасауым керекпін деп, сондай не дейді, сондай бағытта өмір сүру керек деп ойлаймын. Әлгінде айтып отырсыз ғой, тарихта да біздің қыздарымыз болған деп, өзіңіз білесіз, ғылым жөнімен айланыссаңыз, ол нәрсеге соқтықпауыңыз мүмкін емес. Біздің садақшы әйелдеріміз, жауынгер әйелдеріміз де болған. Осы әйел басшының бойынан сіз қандай қасиет көресіз? Әйел басшы дегенде ең бірінші сіздің ойыңызға не келеді? Ол кісілердің мүмкін ақылдылығы, мүмкін парасаттылығы, мүмкін қайсарлығы деген секілді. Қандай қасиеттерді көресіз? Әрине, бірінші әйел басшы ол адал болу керек деп ойлаймын. Ол мейірімді болу керек. Әрине, ол іскер болу керек. Әрине, ол мына басқарып отқан тұлғалардың жағдайын жасап, жағдай жасағаннан кейін оны талап етуді білу керек. Себебі қазір білесіз, басқаруда да үлкен қоғамда қай басшы тиімді басқарады, ол нәтижеге бағытталған жұмыс болатын болса, ал нәтижені талап ету оңай тірлік емес. Сондықтан әйел адамның бойында әрине айтамыз ғой, өжет, сондай бір батыл да қыз болу керек. Себебі шешім қабылдау керек. Кей кезде жоқ деп айтатын уақыттар болады. Сондықтан әйел адам басшы жан-жақты болу керек. Мен ең бастапқы өзім тағы да айтам, жеке пікірім, біреуге үлгі болатындай басшы болу керек. Егер сен өзің үлгі болып, міне өзіңнің өміріңде қандай бір үлгі алып тұтатын дүниелеріңіз болса, сіз керемет басшысыз деп ойлаймын. Былайша айтқанда көшбасшы болу керек деп ойлаймын. Ал оны сіз келесесіз, әр әйелдің қолынан келе бермейді. Әйелдің әрине оның керемет мынандай бір мінезі болу керек, талап ете алады. Енді осы жерде қан деген мәселе, тек деген мәселеге келіп тіреліп жатсыз қазір сіз. Қанда сондай бір дүние болса, сондай бір қайсарлық, сондай бір басшылыққа тән дүниелер болса, ол өте бір жақсы деп отырсыз, Осы қанға, текке байланысты не айтар едіңіз? Әйелдің басшылы болуы. Енді бұрынғы уақытта әрине болған, бірақ үлеуде біреу еді. Қазір әйел басшылар көп. Енді бізге үлкен үлгі бұл Томирис. Мұны білесіз, үлкен бір керемет кітаптары да шыққан, киноларында көріп жатырмыз. Домалақ анамыз бар. Домалақ ана. Байқасаңыздар, осы тұлғалардың бәрін бойында үлкен бір қасиеттер бар. Мен айтар едім, терең бір жалпы тек қана өзінің өмірін ойламайтын, елдің қамын ойлайтын, мына елге не жасар едім, елді қалай қорғайтын едім деген сияқты үлкен қасиеттері бар сияқты. Тарихтан келетқан үлкен біздің ханымдарда. Ал енді қазіргі заман талабына сай, небір дұрыс айтасыз, әйелдер бар басқарып отырған, өте тиімді. Олардың да бойларында байқасаңыз, мына мемлекетшілік, тек қана отан сүйгіш, мына айтар едік, тек қана әрине ол өзін байқасаңыз, ондай әйелдер өзін отбасында өте жақсы көреді. Өзін отбасын жақсы көрген
арқасында нәтижесінде ол елге де үлкен өзінің керемет дүниелерін енгізіп үлкен жетістікке жеткізетін үлкен тұлғалар деп ойлаймын. Себебі басшы болу қазір оңай емес. Сіз өзіңізді көріп жатырсыз. Яғни ол үйде де үлгеру керек, ол жұмыста да үлгеру керек. Ол тәрбиеге де, бала шағаның. Ол тәрбиеге де байланысты, иә. Тектілік деп жатасыз, өте жақсы нәрсе. Біз қазақтар өте жақсы көреміз ғой, сонда текті жердің қызын алу керек деп айтып жатамыз. Тектілік неде? Тектілік міне ішкі дүниенің байлығы деп ойлаймын. Жан жақтылығы, үнемі білімге құштарлығы, үнемі мен өзімді жетілдірейін. Мен өзім мысалы ұзатып жатқан қызды айтып жатамыз ғой, барған жерінде бақытты қылайын деп деп айтып жатамыз. Ол да үлкен маңызы бар роль. Осы жастарға қазір көбірек соны насихаттау керек. Көп нәрсе анаға байланысты. Білесіз, ана қызын ұзатқан кезде сондай бата берсе, қызына сондай бағыт берсе, мен ойлаймын, ол қыз барған жерінде бақытты болады. Жастармен жұмыс істейсіз ғой қазір. Иә. Ұл қыздар бар, өсіп келе жатыр. Бәрі де білімпаз, қазіргі заманауи деп айтып жатамыз. Қазіргі қыздардың түсінігі осы біздің қазақи тәрбиемізге қаншалықты сол жолмен бағытпен келеді, болмаса заманауи тұрғыда көзқарастағы қыздар да бар. Осы біздің ұлттық тәрбиемізге, отбасы құндылықтарына көзқарастар қандай сол жас қыздардың? Мен енді шындықты айтайын, сіздерді осы жерде мүмкін мен өзімді байқаймын, мен жастар қуантады. Негізінде әсіресе біздің осы оңтүстік өңірінің қыздары, жалпы байқасаңыздар, өте бір тәрбиелі. Ең бірінші айтып жатамыз ғой, қазір мектеп басшыларымен көп кездесеміз, оқушылармен кездесеміз, сонда көбісі айтатын, әрине білімді болсын, бірақ ең бастапқы тәрбиелі болсын дейді. Міне әр ата-ананың мақсаты, бала дүниеге келгеннен кейін менің балам ертең үлкен маман болса, еліне, халқына қызмет етсе, бақытты отбасы ұйытқы болып, ары қарай ұрпақ жалғастырса деп, әр ата-ананың мақсаты сол деп. Ал енді соны іске асыру әрине мына қоғамға байланысты. Байқаймын, қазіргі біздің қыздар өте қазір көп насихаттап та жатырмыз. Мынау қазақи өзіміздің дәстүрге өте бейімделген, қолдайды. Әдемі бір сыртқы бейнелері де сонда, ішкі дүниелері де байқаймын. Маған ұнайтын әрине біздің оңтүстік өңірінің қыздары, ұлдары, біз үлкен кісілерді өте сыйлайтын халықпыз. Барлық Қазақстан, әлемде сондай, дегенмен де мен байқаймын да. Мысалы, үлкен кісі кірген кезде ұшып тұрып орын береміз. Үлкен кісі жолың сіздікі деп үнемі соларға қолдау көрсетеміз. Сол сияқты жастарға мен айтар едім, көбірек сондай бір бағдарламалар, көбірек кино дидарларды да, мысалы кинода да бір сюжетная линия деп жатамыз ғой, сондай құндылықтарды дәріптейтін, сондай құндылықтарды насихаттайтын әдемі киноларымыз көбірек болсын. Мысалы, енді байқап жатамыз кей кезде, сіз айтасыз ғой, заманауи немесе қазіргі таңда мына басқаша бағыттағы мына Европаға сияқты европейское воспитание деп жасаймыз. Оны да байқап қаламыз кей кезде. Дегенмен де қазір көбінесе сол айтамыз ғой, ақылы бар қыз өзінің түпкі қай жерден шыққанын ұмытпау керек. Одан кейін соны дәріптеу керек, сол арқылы ол бақытты болады. Егер ата-ана, ана өзінің қызына сондай қасиеттерді бойына сіңдіріп, сөйтіп тәрбиелеп өсірсе, мен ойлаймын, ол қызы бақытты болады. Оны кейін ертеңгі болашағы да айқын ашық болады. Ол керемет ана болады, ол керемет маман болады, ол өзінің отбасының керемет бір дүние ретінде паш етіп жүреді. Көп нәрсе, менің мамам айтатын, ер азамат көбінесе далада жүреді, жұмыс жасайды, түрлі мына салада бағыт бойынша үйге келген кезде, үйде мына әкелерін келе жатыр дегенде, бала да әдемі отырып, әкесін қарсы алып, енді соған барлығына ана жауапты. Енді байқасаңыз, әрине әйел адамға бізде көп, мәселесе мына оңтүстік өңірде біз сөйтіп тәрбиелейміз қыздарды. Енді басқа өңірлер
мен ойлаймын ренжімейді, бірақ басқа өңірлерде байқағанымыз басқашалау. Бірақ байқайсыз ба, көбісі қазір Шымкенттің қыздарын алғысы келеді. Неліктен? Себебі міне мен бағана бері айтып келе жатырмын ғой, біз Иә. қыздарымызды қандай қылып тәрбиелейміз. Яғни ертең қызымызды міне сен барған жерінде бақытты қыл, жарымен жолдасымен бірге жүр, бірге баланы өсір, бірге бәрін жаса, бір бағытта бір қараңдар деп өсіріп тәрбиелейміз. Сондықтан мүмкін біздің Шымкенттің қыздары жан жақты, білімді, әдемі, онымен қоса міне қазақи өзіміздің керемет салт дәстүрімізді сақтап, болашақ балдарды тәрбиелеуде соның барлығын бойына сіңдіріп, сондай жастарымыз шүкір көп. Иә, Шымкентте сондай тәрбиенің өзегі деп қарауға болады, иә, жаңағы салт дәстүрдің өзегі деп қарауға болады. Бірақ дегенмен жаңағыдегі заманауи сырттан келген дүниелер осы бір құндылықты жойып жатқан жоқ па деген сауал туындайды. Енді мен айтар едім, бірден жойып атқан жоқ, дегенмен де оның әсері бар. Дұрыс айтасыз. Өкінішке орай оның теріс әсері де болып жатады. Кей кезде бір қыздарды көріп қаламыз байқап. Ол кезде енді мен ойлаймын, бір жақсы қасиетіміз біздің қазақтың қыздарымыздың ақылымен тоқтатып, алғашта енді әрине електейміз, жасағымыз келеді. Дегенмен де кейін мен байқаймын көбісі, мен өзімді сөйтіп тәрбиелендім. Мен үшін әрине әкем де, анам да бірдей, дегенмен де анамның сөзі үлкен рөл атқарады. Сондықтан осы жерде біздің Шымкенттің қыздарымызды неге біз айтамыз, мақтанып айта аламыз, себебі ақылымен тоқтатып, ары қарай бұл дүниелер маған қаншалықты қажет, ары қарай мен байқаймын, қазіргі міне керемет қыздарымыз ұзатылып жатады, онда да байқасаңыз әдемі бір қасиеттер көрініп тұрады, сызылып тұрады, әдемі болып, барған жерінде келін болып та үлкен рөлін атқарады. Байқайсыз, қазір бір әр атана ұл өсірген, мен өзімде 2 ұлым бар, осы адал келін келсе екен дейміз. Адал деген сөзді қалай түсінеміз? Сол мәселе сода ғой, текті жердің қызындасақ деп айтып жатамыз, алладан тілейміз деп жатамыз. Себебі ертең осы менің баламды бақытты қылатын менің болашақ келінім. Осы бір құндылықты сақтап қалу үшін әрмен қарап не істеуіміз қажет? Әргем қарап, мен ойлаймын, міне бақытты болу керек, бақытты өмір сүру керек. Қазіргі жастар өте білімді, өте ақылды. Бізден де көп нәрсе біледі жастарымыз. Олар байқайды. Мына жерде мен құндылықпен жұмыс жасап, құндылықпен өмір сүрсем, айтып жатамыз ғой, адами құндылықтар. Ол маған үлкен әдемі жағы бар екен деп ойлайды. Жақсы жағын алу керек. Жақсы жағын алады. Одан кейін ол өзінің нәтижесін көреді. Ай, мына жақта қандай керемет құндылықтар. Осы құндылықтармен өмір сүрсем, айтып жатамыз ғой, жақсылық істе, алғыс ал, жамандық істемен өзің қолыңда деп. Сол құндылықтармен ол өзі өсіп өнеді, ұрпақты өсіреді, өзінің үлкен әсері болады деп ойлаймын. Сондықтан бағана да айтып кеттім, көбірек осындай бір әдемі кинолар шығарылу керек. Керемет біздің тарихтағы үлкен әдемі қыздарымыздың үлгі ретінде бір әдемі керемет деңгейде халықаралық, міне айтып жатамыз ғой, бүткіл сондай деңгейде сондай дүниелерді көрсетсек. Біз баяғыда айтып кетейін, мен көп біз театрға баратымыз. Мен өзім Алматыда оқыдым 5 жыл, осы Киров атындағы университетте. Ол кездегі студенттерді міндетті түрде театрға апарады. Әуезов университетте. Бұл да идеология ғой үлкен. Ол да идеология. Осыны айтып кеткім келіп отыр, рұқсат берсеңіздер. Мысалы, бізде университет қабырғасында да театр болатын. Тіпті біз университет қабырғасында оқып жүргенде 7 мынандай керемет 7 муз деген үлкен театр болатын. Сол театрға өзіміз қатысатымыз, ойнайтымыз. Онымен қоса дұрыс айтасыз, біздің тәлімгер мұғалімдеріміз бізді айтатын, театрға бару керек, өзіміздерді ертіп баратын. Қазіргі таңда мен байқаймын, өкінішке орай, театрларымыз барсаңыз көрермен аздау. Ал сол кезде біз міне әр жұма, әр сенбі бос кешімізді театрға арнайтымыз.
енді байқасаң сол кездегі әуезов театрына барсаңыз керемет қойылымдар, керемет актерлар, солардың небір дүниелерін көріп, солардың барлығы байлық деп ойлаймын. Сіздің сарқыншағыңызды бізде алдық, иә, бізде де сол әуезов театрына міндетті түрде жіберетін. Ол жаңағы ұлттық идеология, біздің ой санамызға жақсы бір тәрбие сіңу қажет, қазақилық жойылмау қажет деген мақсатта. Енді білесіз, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деп те айтылған ғой. Осы тәрбие мен білімді беру мәселесі бізде қазір қаншалықты деңгейде. Білімді біз іздеп жатырмыз, әлеуметтік желіден де іздейміз, мынау түрлі кітаптан іздейміз деп жатамыз, ұстаздың өзінен аламыз, бірақ тәрбие болмаса ол білімнің қажеттілігі қанша дегенде сауал туындайды. Осы жерде сізбен келісемін. Өкінішке орай қазіргі таңда мектепте сабақ барысында біз осы тәрбиені бос қалдырған сияқтымыз кішкене, бірақ оны қазір қолға алып жатыр. Мысалы, баяғыда біз оқыған кезде, баяғыда деп айтпайын, біз оқыған кезде әр сабақта әр мұғалім, ұстаз мысал келтірген кезде соған да үлкен рөл бөлетін, маңыздылығын қарайтын. Мына мысалға да үлкен ой тастап, мен мысал ретінде балаға осыны келтіре алам ба? Оны ойланып, оны толғанып, оны дайындап баланың алдына сөйтіп шығатын. Тіпті бізді бүйтіп үйрететін, баланың алдында қалай тұрасыз, балаға не сөйлейсіз, балаға қалай жеткізесіз. Мұғалімнің өзі тұлға болу қажет қой. Өте қажет. Мен бағана айтып кеттім ғой сізге, мұғалім үлгі болу керек. Баяғыда байқасаңыз, баяғыда дей бермін, енді біз заман кезінде осы мұғалімнің ұстаныма, ішкі дүниесіне үлкен мән берілетін. Қазірше? Әрбір мұғалім бола бермейтін мұғалім болып. Жоқ, мұғалім деген бөлек, ұстаз деген бөлек. Ұстаз, әрине айтып жатамыз ғой, керемет мұғалім шабыттандырады дейміз. Сол шабыттандыратын мұғалім ол ұстаз, үлкен әріппен айтылатын. Енді ол кезде байқайсыз ба, жоғары оқу орындар қалай дайындайтын мұғалімдерді? Грантқа тек қана түсетін мұғалімдер өтетін. 1000 адамның ішінде 2-ақ топ болатын, сол 2 топтың ішінде әрине армандайтын, мұғалімнің еңбегін бағалайтын, мұғалім кім болатын, өте жақсы түсінетін тұлғалар келетін. Ал енді болды заман, біз жоғары оқу орындарында коммерциализация жасадық. Сол кезде өкінішке орай кейбір айтамыз ғой, кездейсоқ тұлғалар кеп қалды, мұғалімдікке, мұғалім болу. Қазір білесіз бе, қазір мүлде осы мұғалімнің жалақысы көп екен деп арнайы түсіретіндер де бар. Енді әрине, ол да мен жақында Сингапурға барып келдім, үлкен мына сапарға. Сол жерде байқасаңыз, Сингапур немен керемет? Сингапурдың ең керемет дүниесі ол олардың білім жүйесі. Сонда олар айтып жатады, мұғалімге үлкен мән береміз. Әркім мұғалім бола бермейді. Тіпті мұғалімді дайындайды олар. Одан кейін 6 ай мұғалім сабақ береді екен. Сол сабақ беру барысында 6 айда сынайды екен. Содан кейін ғана сол 6 айдан дұрыс өткен тұлғаға диплом, әрі лицензия беріледі. Бізде ше? Бізде мұғалімге қаншалықты назар аударады оның біліктілігін? Енді бізде арнайы, білесіз, бізде арнайы мерзімде оқып, өзінің білімін жетілдіру мәселесінде көңіл бөлеміз. Ал оның ішкі жан дүниесі, жаңа сіз айтқандай, ішкі тәрбиесіне, ішкі мәдениетіне кім назар аударып жатыр? Енді оны да қазір қолға алып жатыр. Себебі қазір сауалнамалар жүргізеді, түрлі мынау айтып жатамыз ғой, әдістер арқылы бағалайды, бақылайды, онымен ата-ана бар. Бірақ осы жерде жұмысты әлі де жалғастыру керек, ол жұмыстарды жандандыру керек. Мен сізбен келісемін. Міне айтып жатамыз ғой, ішкі жан дүниесімен мұғалім болған тұлғаларды ары қарай соларға қолдау көрсетіп, оларды анықтап, ғылыми тұрғыдан анықтап, сауалнамалар жүргізіп, лайықты ма бұл тұлға осы ертең мұғалім болуға? Себебі байқайсыз ғой, ұрпақ тәрбиелейтін мұғалім. Сондықтан мұғалім академикті да өсіреді, мұғалім құрылысшыны да өсіреді, бірақ мұғалімнен көп тәлім тәрбие алатын бала.
сол мұғалімнің ішкі дүниесіне, дұрыс айтасыз, оның біліміне, өзінің жетілдіру деңгейіне үкімет тарапынан өте көп көңіл бөлуде, жағдай жасалуда. Тіпті айтып жатырсыз ғой, педагог статусына байланысты мұғалімдердің жалақысын да өсірген. Бірақ сол мұғалімдер өзінің жыл сайын жетілдіру, өзінің мына айтып жатамыз ғой, тағы да бұл оңай нәрсе емес, дегенмен де балаға үлгі болу, баламен жан жақты сөйлеу. Байқайсыз ба, көп нәрсе қазір туындайды. Ата-ана дейді, мұғалімді сыйламайды дейді, бала сыйламайды дейді, о балаға ата-ана үйретеді деген әңгімелерді естіп жатамыз. Мен өзім мына 37 жыл білім саласында қызмет жасап келе жатырмын, мұғалім де болдым, ұстаз да болдым, педагог та болдым, қазіргі таңда басқарып отырмын білім мекемесін. Бірақ айтар едім, сен мықты ұстаз болсаң, сені сыйлайды, ата-ана да сыйлайды, бала да сыйлайды, қоғам да сыйлайды. Енді тәрбиеден басталды ғой, бірақ ұлды ұлша, қызды қызша тәрбиелеу қажет деген қағида бар ғой, білесіз. Енді сізде қыз баласы жоқ екен, ұл тәрбиеледіңіз, екі ұлым бар. Осы ұлды ұлша тәрбиелеу қажет деген сөзді қалай түсінесіз? Оны қалай тәрбиелеу қажет деп айтамыз, бірақ тәрбиелеу жолына көп назар аудармаймыз. Енді оның арнайы зерттеулер бар шығар, педагогика, психология саласынан, оны да оқу керек. Қазір ата-ана жан-жақты болу керек. Айтып жатамыз ғой, қазір вызовов очень много. Сырттан келген түрлі ситуациялар туындап жатады. Онымен қалай күресу керек? Оның баланы, дұрыс айтасыз, ата-ананың алдында үлкен жауапкершілік. Осы балам. Ақпарат өте көп қой, алатын алмайтын. Одан кейін көмен қоса білесіз, интернет желілері. Оған да тиым салай алмайсыз. Себебі заман талабы сондай қазір. Ал енді сол бала дұрыс қалыптастыру үшін ата-ана не істеу керек? Енді мен айтар едім, ұлды әрине ұлға ер азаматсың. Ертең сен міне елді қорғайсың. Ертең сен отбасыда керемет қорғанушы күшсің. Сенің жарының қасындағы жүретін үлкен жауапкершілікті талап ететін өзінің, байқайсыз ба, көп жігіттер қазіргі таңда ұлдарымыз жауапкершілігі аздау сияқты деп естіп жатамыз. Мен сізге басында айттыңыз. Ер азаматтың рөлін сұрадым ғой. Өкінішке орай сондай бір тенденция бар сияқты. Дегенмен оны болдыртпау керек. Енді әрине ұлды, мен өзімнің мысалынан айтып кетейін. Әрине кішкентайынан екі ұлым атасын тәрбиесін көрген, әкелерінің тәрбиесін көрген. Мысалы, менің өзімнің жолдасым спортсмен, өте футболды жақсы көреді. О кісіге мен осы сәтті пайдаланып рахметімді айтам, себебі осы екі ұлымды кішкентайынан футболға үйретті. Соның арқасында балдарының, айтып жатамыз ғой, бос уақыты болмады. Сәл бос уақыты болама футболға барады. Футбол ойнайды, қаншалықты керемет ойын екен мен де қазір сезініп, тіпті бұрын футболды түсінбейтінмін, қазір футболдың жанкүйері болып алғанмын, білемін. Рональдо, сондай нелерді, қандай керемет Манчестер Юнайтед командалар бар екен. Баланы баулу мәселесінде айтып отырсыз ғой. Балаға мен өзім ойым сол маңызды. Айтып жатамыз ғой, қыз енді үйдің тірлігі бар, анасының қасында жүреді, қыз бала енді кішкене нәзік болады. Ол бала әрине мектепте де білімі терең болу керек, оған да көңіл бөлу керек. Ал мен қосымша ол бала бос уақытын тиімді пайдалану керек. Сол баланың бос уақытты дұрыс пайдаланған жағдайда бала дұрыс тәрбиеленіп өседі деп ойлаймын. Мен өзім ғалым ретінде. Енді мынау гендерлік саясат мәселесінде қоғамдағы әйелдердің рөлі деп бастадық қой алғашында сұхбатымызды. Әйел басшы үйге келгенде ол анаға айланады. Ол асханаға кіргенде аспазшыға айланады. Ол жары жабырқағанда досын айланады деп айтамыз. Әйелдің мықтылығы, даналығы осындай дүниелермен құралады. Өзіңіз секілді басшылыққа, білімге, мынау отансүйгіштік қабілетке, елге қызмет ету мәселесінде бағыт алып келе жатқан қыздарға қандай кеңес айтасыз? Енді мен өзім тағы да айтам, өзімнің өмірімнен кеңес берейін. Осы мектепті алтын медальмен бітіріп, казгуды бітіріп, келіп сабақ бердім. Бірінші өзім жұмыс орным, мына
кафедра болды пединституттың, алгебра және кафедра вычислительной техники деген, есептеуіш техника кафедрасы, мұғалім болдым. Сонда бір жылдан кейін ұзатылдым. Осы керемет өзіміздің қаламыздың қазақи керемет отбасы. Отбасыда 7 бала, енем, атам. Мен айтар едім сол кезде, мен өзім қыз кезінде, студент кезінде бүйтіп айтатынбыз құрбыларымыз арасында. Мен ертең отбасы құрам, барлығын повар жалдаймын, химчисткаға беремін, тек қана көмекші жалдаймын деп сөйтіп енді әңгіме айтатынбыз. Ол шындықты айту керек. Енді сол кезде мен өзімді мақтанбаймын, бірақ өзім ойлаймын да, анамның берген тәрбиесі, қоғамның берген бағыты. Келдім да сол үлкен отбасыға күнде үлкен қонақтар келеді ол үйде. Өте меймандос, керемет отбасы. Міне айтып жатамыз ғой, қыз барған жерінде әрине сол отбасыға бейімделіп, сол отбасыда үлкен ана болуды мақсат ету керек. Ал мақсат қойған керемет қыз, болашақ ана, ол ең бастапқы кез келген әйел адам үшін ол өзінің отбасы бақытты болса екен дейді. Себебі білесіз, ана ол біз тек қана өзімізді ойламаймыз, біз өзіміздің отбасымызды бірінші қатарға қоямыз. Сол өсіріп атқан ұл қызымыз бақытты болса екен. Ал бақытты болу үшін сіз өзіңіз еңбек етуіңіз керексіз. Міне қаншалықты біз үлкен қызметте жасағанмен үйге келгеннен кейін үйдің тірлігі, үйдің тамағын жасаймыз. Менің өзімнің дәстүрім бар, жыл сайын жаңа жылда үлкен дастархан жаямын. Оның барлығын өз қолыммен пісіремін. Оны өте бір жақсы көремін. Оны мәнерлеп жасаймын. Отбасымыз үшін бізде сол дәстүрге айналған. Одан кейін кез келген өзіміздің мынау ең бастапқы білесіз, енді бақытты әйелімен бақытты, өзінің отбасымен бақытты. Отбасыда міне ер азаматын құрметтеу, балдарын құрметтеу, міне ол әйелдің қолында. Сондықтан үнемі осыны жалғастырамын, жасаймын, ойлаймын, келген келіндеріме де үйретемін. Ал одан тек қана сіз үлкен мәртебеге ие боласыз. Оның барлығы айтып жатамыз ғой, взаимосвязаны. Сіз өзіңіз не берсеңіз, сізге сол еселеніп қайтады. Сондықтан қыздарға айтар едім, міне кеңес ретінде, қыздар болашақта міне керемет ана болуды мақсат ету керек. Болашақта керемет маман болуды мақсат ету керек. Соны бірге алып жүру, ол үлкен еңбек, бірақ сол жолда үлкен өзіңізге инвестиция ретінде көп кітап оқып, көп дүниелерді зерттеп, өзінің тіпті аналарыңызды тыңдап, қоғамдағы қасыңыздағы әпке, сіңлі, соларды да үлкен құрметпен қарасаңыздар, мен ойлаймын, әлем керемет, мына сіздің жарыңыз да өте бір бақытты, құрметке ие болады. Ал жолдасыңыз бақытты болса, ол сізді де бақытты қылып жасайды, сізге де жағдай жасауға тырысады. Себебі ол сізден мына айтып жатамыз ғой, сондай бір керемет сезім, сондай бір құрмет алып жатады ғой. Сондықтан ер азаматқа да оңай емес. Ер азамат болу, әрине ол бір жағынан берген бағы, ер азаматтың айтамыз ғой, жолы кең, ер азамат үлкен мүмкіндіктерге ие болады. Қыздың жолы жіңішке деп айтып жатамыз. Дегенмен де ер азамат әйелге көп байланысты. Әйелімен бақытты ол. Демек, өмірдің өзегі әйел дегенге тоқтайсыз ғой? Иә, әйелге көп байланысты. Рахмет деймін сізге. Уақытыңызды бөліп келгеніңізге, өзіңіз секілді келе жатқан сіңлілеріңізге кеңесіңізді бергеніңізге, өмірлік тәжірибе арқылы құралады ғой барлық дүние. Жетістік те содан келеді. Сондықтан сіздің де әлі жетістігіңіз көп болсын. Мынау дарын орталығында тәрбиеленіп жатқан ұл қыздар осы ізгіліктің жолына бастаған, білімнің жолына бастаған, заманауи жаңа Қазақстанның болашақ туын көкке көтеретін жастар болсын дегіміз келеді. Рахмет сізге. Үлкен рахмет. Көріскенше күн жақсы болсын. Сәттілік тілеймін.